Бүгін біз киберқауіпсіздікке кіріспе тақырыбын қарастырамыз. Қазіргі әлемде технологиялар біздің күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналғандықтан, киберқауіпсіздік әрбір адам үшін маңызды білім саласы болуда. Ата-аналар үшін балаларының цифрлық кеңістікте қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты міндет. Интернеттегі қауіп-қатерлер күн сайын күрделене түсуде. Кибералаяқтық, кибербуллинг және вирустық шабуылдар көбейіп келеді. Сондықтан интернеттегі қорғаныс туралы білім аса маңызды. Киберқауіпсіздік отбасыңыз үшін неге маңызды? Әрқайсысымыз, соның ішінде балаларымыз, күн сайын интернеттегі қауіптермен бетпе-бет келеміз. Бұл вирустар, алаяқтық, кибербуллинг және басқа да қатерлер болуы мүмкін. Зерттеулерге сәйкес, балалар мен жасөспірімдердің айтарлықтай бөлігі интернетте жағымсыз контентке немесе орынсыз мінез-құлыққа тап болған. Кейбір статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 12-17 жас аралығындағы жасөспірімдердің 60%-дан астамы кибербуллингтің қандай да бір түріне ұшыраған. Сонымен қатар, ата-аналардың шамамен 40%-ы балаларының онлайн алаяқтың құрбаны болуынан алаңдайды. Бұл қауіптер тек баланың эмоционалдық жағдайына ғана емес, олардың оқу үлгеріміне де кері әсер етуі мүмкін. Интернеттегі жағымсыз тәжірибелер өзіне деген сенімсіздікті арттырып, академиялық көрсеткіштерді төмендетіп, тіпті әлеуметтік оқшаулануға әкелуі мүмкін. Киберқауіпсіздік дегеніміз не? Киберқауіпсіздік бүгінгі күні қарқынды дамып келе жатқан маңызды сала. Себебі біздің күнделікті іс-әрекеттеріміздің көпшілігі цифрлық ортаға көшуде. Киберқауіпсіздік компьютерлік жүйелерді, желілерді, деректер мен бағдарламаларды түрлі онлайн қатерлерден қорғауға бағытталған сала. Киберқауіпсіздіктің негізгі 3 қағидасы. Киберқауіпсіздіктің негізгі 3 тірегі CIA үштігі: құпиялылық, тұтастық және қолжетімділік. Бұл қағидалар цифрлық әлемдегі ақпараттың қорғалу негізін қалайды. Құпиялылық. Құпиялылық ақпаратқа тек рұқсаты бар адамдар ғана қол жеткізе алатындығын білдіреді. Бұл үшін шифрлау, аутентификация және қолжетімділікті басқару әдістері қолданылады. Осылайша, жеке деректер, қаржылық ақпарат және корпоративтік құпия мәліметтер рұқсатсыз қол жеткізуден қорғалады. Тұтастық. Тұтастық ақпараттың дәлдігі мен толықтығын сақтау. Бақылау сомалары, хэштеу және цифрлық қолтаңбалар арқылы деректердің өзгертілмегеніне немесе бөлінбегеніне көз жеткізуге болады. Қолжетімділік. Қолжетімділік ақпарат пен ресурстарға қажетті адамдардың үнемі қол жеткізе алуын қамтамасыз ету. Бұл үшін DDoS шабуылдарынан қорғану, деректердің резервтік көшірмесін жасау және инфрақұрылымды қолдау шаралары жүзеге асырылады. Бұл 3 қағида бірге отырып, тұрақты және сенімді киберқауіпсіздік жүйесін қалыптастырады. Олар ақпаратты қауіптер мен шабуылдардан қорғауға көмектеседі және бізге цифрлық әлемге сенімді болуға мүмкіндік береді. Киберқауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі әдістері. Әрбір ата-ана білуі және қолдануы қажет киберқауіпсіздік шараларын қарастырайық. Күрделі құпия сөздер жасау және оларды басқару. Күрделі құпия сөздер рұқсатсыз кіруден қорғайтын алғашқы қорғаныс шебі. Әрбір аккаунт үшін бірегей құпия сөз қолданыңыз және бұл дағдыны балаларыңызға да үйретіңіз. Пароль менеджерлері бұл процесті жеңілдетуге көмектеседі. Фишингтік шабуылдардан сақтану. Фишингтік шабуылдардан хабардар болу өте маңызды. Өзіңізді және балаларыңызды күдікті хабарламалар мен электрондық хаттарды анықтауға үйретіңіз. Белгісіз дерек көздерден сілтемелерге өтпеңіз және файл жүктемеңіз. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту және антивирус пайдалану. Бағдарламалық жасақтаманы үнемі жаңартып отыру және сенімді антивирус пайдалану вирустар мен зиянды бағдарламалардан қорғанудың тиімді жолдары. Автожаңарту параметрлерін қосып, сапалы антивирус шешімдерін таңдаңыз. Ата-ана бақылау құралдары. Ата-ана бақылау құралдары мен мониторинг қызметтері балаларды интернеттегі қауіпті контенттен қорғауға көмектеседі. Олар желідегі белсенділікті қадағалауға және қолжетімділік шектеулерін орнатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар интернетті пайдалану ережелерін балалармен талқылау маңызды. Балаларды интернет қауіпсіздігіне үйрету.
Балалардың жасына сәйкес келетін ресурстар мен ойындар арқылы оларға интернет қауіпсіздігі негіздерін қызықты түрде үйретіңіз. Киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету үздіксіз процесс. Киберқауіпсіздікті қорғау бір реттік шара емес, үнемі оқуды және бейімделуді талап ететін процесс. Осы әдістерді қолданып, балаларыңыздың интернеттегі белсенділігін бақылау арқылы сіз қауіп-қатерлерді едәуір азайтып, отбасыңыз үшін қауіпсіз цифрлық орта қалыптастыра аласыз.